Құрметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз таулар сыры деген жаңа бөлім бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы қандай тауларды білесің? Сабақтың мақсаты сан есімдердің не екенін біліп, жасалу жолдарымен танысамыз. Мәтіннен сан есім таба аламыз. Мәтін бойынша таулардың биіктігін анықтаймыз. Келесі. Сөздікпен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Сөздік дәптерге жазып ал. Шоқылы, орташа, жота, биіктік, тастақ, нүкте, ену. Сөздермен сөйлем құра. Екі сөйлем құрау керек. Екі сөйлем, екі ұпай. Келесі. Оқушылар, бүгін біз тілдік бағдар өтеміз. Сан есім. Сан есім дегеніміз не екен? Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есім неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім өзі анықтайтын сөздің алдында тұрады. Мысалы, екі тау. Қанша тау? Екі тау. 12 жота. Сан есім заттанғанда көптеледі. Мысалы, екілер шамасында. Қаншалар шамасында. Жіктеледі. Біз екеуміз. Тәуелденеді. Айдың екісі. Септеледі. Екеудің ойы. Кімнің ойы? Екеудің ойы. Сонымен қатар, сан есім 6 түрге бөлінеді. Есептік сан есім. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. 1, 10, 9, 7, 5 деген барлық сандар есептік санға жатады. Келесі, бөлшектік сан есім. Қанша, неше, қаншасы деген сұрақтарға жауап береді. Мәселен, 10-нан 1, 10 бүтін 3-тен 2. Тағы сол сияқты. Жинақтық сан есім. Нешеу деген сұраққа жауап береді. Қазақ тілінде 7 ғана жинақтық сан есім бар. Олар: біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау және жетеу. Осы 7 сан ғана жинақтық сан есімге жатады. Келесі, болжалдық сан есім. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Ондарда, он шақты, ондаған. Келесі түрі, топтау сан есім. Нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. 10-нан, 1-1-ден, 3-3-тен сияқты жасалады. Келесі, реттік сан есім. Реттік сан есім нешінші деген сұраққа жауап береді. Мәселен, 1-ші, 2-ші, 10-шы, 20-шы, тағы сол сияқты. Келесі. Сонымен, реттік сан есімі не екенін білейік. Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімдер есептік сан есімге ыншы, інші жұрнағы арқылы дауыссыз дыбыстан кейін, нышы, нышы дауысты дыбыстан кейін жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1-ші, 9-шы, 2-ші, 6-шы, 135-ші. Реттік сан есімдер кейде цифрмен де келеді. Егер реттік сан есімдер араб цифрымен берілсе, ыншы,
нші, нышы, ніші жұрнағының орнына дефис қойылады. Мысалы, ол 6-шы қатардан орын алды. 6 санынан кейін дефис қойылады. Біз 3-ші қабатта тұрамыз. 3 санынан кейін қабатта сөзіне дефис қойылады. Сен биыл 6-шы сыныпқа бардың ба? Келесі, реттік сан есімдер рим цифрымен берілсе, жұрнақтың орнына дефис қойылмайды. Мысалы, 6-шы сынып оқушылары жиналыста отыр. Абай Құнанбайұлы 19-шы ғасырда туған. Ешқандай дефис қойылмаған. Келесі, жыл, ай аттарының алдынан келген сан есімдер араб цифрымен берілсе де, одан кейін дефис қойылмайды. Жыл, ай аттарынан соң. Мысалы, 1961 жыл. 1-ші қыркүйек. Сонымен оқушылар, өткен тілдік бағдар бойынша енді тапсырмалар орындайық. 1-ші тапсырма. Мәтіннен реттік сан есімдерді тауып, жасалу жолдарын көрсетіп жаз. Мәтінді мұқият оқы. Реттік сан есімдерді тап. Және олардың қалай жасалғанын жаз. Үлгі. 1-ші, міне, 1 сан есіміне нші жұрнағы арқылы р дауыссыз дыбысынан кейін нші жалғанады. Әрі қарай өзің жалғастыр. Мәтінде берілген. Қалғандарын өзің тауып жаз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта аяқтадық. Бүгін біз сабақта сан есімнің не екенін білдік. Оның ішінде реттік сан есім қалай жасалатынын білдік. Мәтіннен сан есімдерді таба алдық. Таулар мен оның биіктігін білдік. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.